Қайырлы күн, Алматы телеарнасының көрермендері. Тікелей эфирде лайв студия телешоу біз жалғастырамыз. Бүгін біз Аяна екеумізден сіздерге керемет лайфхак. Енді бізде күнде мейрам, күнде той, сондықтан менің ойымша... Бүгін Аяның шашын қиямын деп ойлап қалмаңыздар. Сондықтан біз... Біз қызықты лайфхак дәл қазір ұсынғым келіп отырмын. Яғни жылтырақ қағаздардан... Жылтырақ қағаздардан фейерверк жасайтын боламыз. Сіздерге және де... Естеріңізде ба, мынадай, оған не керек? Ол үшін түрлі түсті қағаздар керек. Мінекей түрлі түсті қағаздар. Есіңізде ме, мектеп кезінде біздің замандастарымыз біледі. Бұл түрлі түсті қағаздардан мишура жасайтынбыз ғой. Залда іліп қоятынбыз өзімізше кілеленіп, қолымыз жабысып. Содан кейін фольга қағазы керек. Фольга қағазы мінекей жылтырақ қағаз. Бұл фольгамен істемеген дүниеміз жоқ. Бұлай тіс жасайтынбыз не? Аяна қорқытпашы. Ешкереді. Олан бұр. Не жасайым бүгін? Ол үшін бізге түрлі қағаздарды алып. Фольга керек. Фольганың қорабы яғни. Оны ортасынан кесіп, мінекей өзімізге ыңғайлы болу үшін. Жалпы отбасыңызбен бірге балаларыңызды қасыңызға алып, осындай конфетиді жасаған, менің ойымша керемет уақыт өткізу болып табылады. Түрлі түсті қағаздарды ұсақтап қиясыздар қайшыменен. Жарайды. Осы жеткілікті болар. Той тойлап кетерміз. Жоқ, бұны енді ұсақтап, бұдан да ұсақ қылдырып. Мұна фольганы да қосуға болады түрлі түсті болу үшін. Жалпы мен өзім жеке басым әрдайым жақындарыма тосын сый жасағанды өте қатты ұнатамын. Күтпеген жерден сыйлықтар беріп, осындай конфетимен атып шығып, енді шошытпай әрине. Өтенші өтеді. Фольга өте нәзік болғаннан кейін, жұқа болғаннан кейін тез кесіліп қалып тұр. Сол себептен мінекей түрлі түсті қағаздарды ұсақтап ырымын жасап жіберейін. Ұсақтайсыздар да? Араластырасыз, сосын арасына тұз саласыз. По вкусу дейді ғой, тұз саласыз. Содан кейін суға қайнатпайсыз. Қазір айтам, не істеу керек екен. Кейін осы түрлі түсті қағаздарды араластырамыз, тағы да айтайын. Араластырғаннан кейін, мінекей жаңаға кескен, мінекей фольганың қорабы, яғни картонның қарауын. Бізде мынандай шарлар бар. Сен ұстай тұрмыз, көмектесіз. Бір шармен үрлей. Жоқ, үрмей қой оны. Қаттырақ ұста. Мынау, мінекей осылай кигіздік шарды. Шарды картонша түтікшеге кигізесіздер де? Түсіп қалмау үшін, бұл деген кетіп қалмау үшін, оны изолентпен былай жапсыруға болады. Ал біз тележүргізушілер көбіректе осындай шарларды алып, үрлеп, фейс-фитнеспен айналысамыз. Немен? Фейс-фитнес. Яғни бет бұлшықеттері әрдайым қимылдап. Артикуляциялар. Мінекей, қараңыздар. Изолентпен, яғни біз шарды бекіттік. Мінекей, қазір мынаны воронка керек емес, ішіне саламыз. Бұлықтырып атыр менде. Өзіңше қазір бір салют жасайын менде. Сен неге үріп атсың ол шарды? Ания? Айтшы. Енді бізде мейрам ғой. Не мейрам? Бұрын шарлар міндетті түрде 1 мамырға... Қараңыздар, ал сонымен. Керемет! Ал бісмілі жасап жатқан бұл дүнием. Ал 1, 2, 3. Қайда 1, 2, 3, міне. Лайфхак.